Қалайсыздар достар? Бүгінгі сабақта Facebook'тың ережелерімен таныс боламыз. Енді кеттік. Ең алдымен Google'ға правила рекламы Facebook деп жазсаңыз, бұл жерде ең бірінші бет шығады. Мына правила рекламы деятельности на Facebook. Осы парақшаға өтеміз. Міне алдымызда осындай шықты. Мына жерде міне көк жазып отыр, правила рекламы деятельности. Осыны басамыз. Бұл не үшін керек? Алдағы уақытта сіздер таргетпен айналысып бастайсыздар. Вот сол уақытта біздер қандай таргет жіберу керектігін, қандай таргет жібермеу керектігін, таргетте қандай сөздер болу керек, қандай сөздер болмау керек, одан кейін жалпы видео реклама ішіндегі контент қандай ограничениялар бар деген секілді запрещенный контент, соның барлығын осы парақшадан біле аласыз. Яғни ең алдымен бізде обзор болады, одан кейін процесс проверки рекламы, реклама қалай тексерісте жүреді, одан кейін что делать, если ваша реклама отклонили. Яғни мысалы рекламаңыз Facebook'тың тексерісінен өтпей қалады. Сол кезде не істеу керек, одан кейін қандай контент салуға болмайды, қандай контентте ограничение бар, кейбір жағдайда өткізу мүмкін деген секілді. Одан кейін видео реклама, видеоны қалай дайындау керек, жалпы таргетинг туралы, одан кейін позиционирование сіздің жаңағы өзіңіздің кәсібіңізге байланысты. Одан кейін реклама для лидов, то есть мысалы лидогенерация деген тәсілі бар, сол арқылы қалай реклама жіберу керек. Одан кейін использование наших ресурсов бренда, мысалы Instagram сөзін, мысалы Instagram, Facebook сөздерін деген секілді қалай қолдану керектігі. Одан кейін ограничение использования данных и не білу керек. Осының барлығын осы страницадан біле аласыз. Бұл жерде міне мына жақта бірнеше әдістер бар. Мысалы, например, что делать, если ваша реклама отклонили. Мына жақта міне рекламаны қалай редактировать ету керек, одан кейін повторный проверкаға қалай жіберу керек, соның барлығын осы жақта толық жауап береді. Ең бастысы бұны асықпай бір шай ішіп отырып оқып шықсаңыз, ары қарай уже кішкене түсінікті бола бастайды, таргет әлеміне кіре бастайсыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыз.